Кел мұнда, иттің баласы. Адам, Құдай алмайды сен қатынды. Қандай пәлесің, арам тамақ неме? Міне, Фатиманың көрген күні осы күндегі. Тағдырдың өгейсткені аздай, күндегі көретін көрінісі осы. Мейірімнен ада болған Жәмиланың бұл күнде көрсетпеген қорлығы қалмаған бұл қаршадай қара қызға. Адам баласы-ау, әлі кішкентай қыз деген ойда болмады. Миы түгілі бұл Жәмиланың жүрегі де қарайып кеткен. Жер басып жүрген осындай оңбаған барын білсең, жағаңды ұстайсың, ол анық. Алайда бұл осынау өмірдің ашы шындығы. Менің өмірімді естіп, көріп, қара халық тәубесіне келсе екен қызым, деп бастады әңгімесін 60-ты алқымдаған апа. Қазір араларыңызда отыр осы апа. Алайда өмір тарих беттерін парақтағанымда сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де өз еріктеріңізде. Қос жанарым жасқа толып, өмірден бас кеше жаздағаным да бар. Көңіл күйім түсіп, түнеріп жүргенімді қалай жасырайын сіздерден. Шешем марқұм менің 5 жасымда о дүниелік сапарына кете барды. Әкем өте кеш үйленген екен. Мен 5 жастамын, менен соң сіңлім 1,5 жасар. Қазіргі 4-тен 5-тен асқан бала не біледі? Мен сол кезден тағдырдың таперішін көрдім. Өзім алғыр, зерек қыз болдым. Содан болар сол кезден бастап өмірімнен қалған әр картина менің әліге көз алдымда. Адам қартайса да көңілі қартаймайды. Соны ескеріңдер шырақтарым. 60-тан асқан шағымда кішкентай қызға ұқсап әлі күнге шошып оянамын. Сондағысы өгей шешемнен көрген ит күндерім әлі күнге көз алдымда қалқам деп, еңкілдеп жылаған апаның даусын естіп, мен ауырдым қатты. Содан еңсемді көтере алмадым. Көктем мен тұспаса тұс осы апамның өткенін естіп, өзімді игере алмай қалдым. Бұл әңгімені баяғыда жазуым керек еді. Тұп-тура ай болды-ау менің өзімді білмей, билей алмай жүргеніме. Алла ешкімнің басына салмасын, әрбір балапан өгейліктің дәмін татпасын. Әке, ана, ол қызының жалы дейді. Сол тапырас. Атам қазақтың айтып кеткен әр сөзінің астарлы мәні, тарихы бар екен. Атқан әр таң сол кездері мен үшін қаралы қара түнмен тең еді. Кіп кішкентай болсам да мен бәрін білдім, сезіндім, ұғындым. Шешем қайтқанда оның алып кетіп бара жатқан табытына мен жабысып жылағанмын. Көбісі 5 жасар бала не білердер. Бірақ шын мәнінде мен білмек түгілі көрдім соны. Әлі күнге көз алдымда, қоңыр көз салқынтым. Жапырақтар қурап, желдің сыбдыры мен әр жерлерге топтанып үйіле қалған. Сол таңда мен түнде үзілген анамның қойнында жатқан екенмін. Бір шетінде сіңілім, бір шетінде мен жатыппын. Анам байғұс сонда жаны үзіліп жатса да перзентін ойлап кетіпті ғой. Оны әжем айтты кейін. Сонда күнде таңертең ерте сиыр сауға тұратын келіні тұрмағасын, алаң қағып келген екен бөлмесіне. Дауыстап атын атаған. Жауап болмаған соң әжем ішке кірген. Сонда сұп-суық, сұп-сұр болған анам 2 қолына 2 қызын қысып, құшақтаған күйі үзіліп кете беріпті. Сонда анам марқұмның қолдарын әрең жазып алыпты. Көкейінде анам не ойлады екен? Ішінде айтары қалды ма? Күйеуінен жылулық көрмеген шешем жүрегі ауырып жүректен кеткен екен. Әкемнің жасы ол кезде 40-қа келген екен. Өзі 30-дан асқанда үйленген, ал анам жап-жас кетті. 19 жасқа толар-толмас өгей шешесі тұрмысқа осы әкеме беріп жіберіпті. Солай мен және сіңлім өмірге келіпті. Әкем не сау адам, не жынды адам емес, турасында ақыл есі кем жан. Кейде дұрыс болып қалады, ал кейде жоқ. Көктем, күз айларында ауруы қысып, кезіп кетеді екен. Шешем марқұм қайтқан кезде де солай болған. Анам марқұм қиналмады дейсіз бе? Жаны үзіліп жатып, 2 тал қыздарын ойламады дейсіз бе? Арқа сүйер күйеуі жоқ жанында.
Бізді ойлап қиналып кеткені бесенеден белгілі. Қос қызын құшағына қысып жатқан сіңлім Айдана омырауда жатыпты. Таңға дейін апам бөлмеге енгенге дейін жан тәсілім еткен ананың соңғы тамшы ақ сүтіне дейін еміп жатқан дейді. Тұп-тура шалқалап, мені де қысып ыстық құшағына сіңлімді де ептеп емізіп жатқан. Марқұм анам жаны пейіштен болғыр солай дүние салған ғой. Кім білсін, ауырып жүргенін күйеуіне, не енесіне тіс жарып айтпаған ғой. Ауырғанын жасырған өлер дегеннің кері болған. Таңертеңгісін бізді әжем оятып алып, басқа бөлмеге алып кеткен. Сол кезде әжем налып, жылап жүрген еді. Үйге адам топырлай бастаған сайын, сіңлім ешкімге көнбей жылаған сайын, мен анамды іздедім. Қазан ошақта жүрген әр әйелдің артынан мамалап іздегенім әлі есімде. Мына жүректе әлі. Анамның атын айтып жылағандарды көрген сайын бала жүрегім езіле жылағанмын. Табытына жабысып, ешкімге бой бермей, табан тіреп жылап, талай жанның жүрегін ауыртқаным есімде. Мама, тұршы. Мама, неге оянбайсың? Айдананы қарашы, саған сүт бер деп жылап жатыр деп мен бейшара көп жылаппын. Анам марқұмның табытына жабысып. Асыл анамнан осылайша айрылып, артында боталап қалдық. 5 жасар болсам да ешкімге көнбей жылап жатқан сіңлімді кішкентай құшағыма өзім қысып, жасыммен қоса жұбатып ұйықтатамын. Омыраудан шықпаған бала, ана иісін сезген бөбек жанына анасы келгенше тыныш таппайды ғой. Айданам да осылай жылай берді. Сол кезде көрші жас босанған жеңгем болды. Әжем сол кісіні алып келіп, омырауына Айданамды салған. О, тобай, өзі шырқырап жылап жатса да, көрші жеңгемнің омырауын ешқандай алмай қойды. Сөйтіп жүріп ешкі сиыр сүтін беріп өсті ғой бұл қыз. Біздер өгейліктің дәмін әжем дүние салған соң көрдік. Оған дейін өгей шешем басты төмен салып алып ләммім деп жағашпайтын. Анамның 40 күндік асы өткен соң ағайын туыс жабылып, осы өгей шешем Жәмиләні жар қылып әкеп берді. Бір қызы бар, оң жақта отырып тапқан. Есік көрмеген қыз. Ағайындарымыздың мұнда кінәсі болмады. Есі бірде кіресілі, бірде шығасылы әкеме жар керек болды. Қызы біздерге серік болар деп ойлаған болар. Оны күтіп, баптап қарайтын, жер әлемді кезіп, кезбе болып келген әкем шешемді іздеп келе сала, бұл дүниедегі сағаты таусылғанын, мәңгілік мекенге кеткенін естігенде жан ұшыра айғайлап, өзін өзі ұрып, бесіктегі Айданадан ары болды жылағаны. Жақсы көрген екен ғой сонда. Мәңгүрт адам құсап жылға жуық жүрді. Жарының қазасы жанына ауыр батты. Әжем байғұс осы балам еңсерсе екен, осы қиындықты деп уайым шегетін де отыратын. 7 жасқа толғанымда әжем бақилық болды. Жақсы жан еді. Анамның жоқтығына демеу болатын осы әжем еді. Ол да кетті келмеске. Нағашыларым келіп кетіп жүрді. Алып кетемін дегеніне мен көнбегем. Әжемді қимайтынмын ғой. Мен 7-ге, Айданам 4 жас қыз еді. Әжемнен айырылып бала жүрегім қиналып жүрді. Айданаға мен болсам болды. Бірақ ол да әжемізді іздеп жылады. Әжем барда үні шықпайтын Жәмилә анамның дауысы шығып, біздерді жекіп, нұқи бастады. Өз үйімде өзім көрдім өгейлікті. Сіздер бұл қасіретті білесіздер ме? Мені талай түртпектегенінде үнсіз қалатын едім. Бірақ Айданама тиіссе ол кісімен теке тіресетіммін. 7 жастан асып 8-ге таяған шағым ғой сонда. Өгей шешемнің қызы менімен түйедей құрдас. Аты Гүлсезім еді. Бала болған соң ойыншыққа таласамыз, сонда бізге ұрсып, қолымыздан жылата тартып алып қызына ұстататын. Сол қыздың айтқаны үйде заң, ол да бір ырбақай болған. Әжемнің қайтқанына 2 айдан астам уақыт өткен. Келім кетім адам саябырсыған, ер адамға бәрібір екен ғой.
есі кіресілі шығасылы әкем әйтеуір мәз. Соған қарағанда Жәмила ұнаған-ау. Тіпті оның бізге ұрсып жатқанына да жүрегі селк етпейді. Бір күні шай үстінде тәтті бәліштің соңғысын мен алдым. Оны екіге бөліп, Айданама беремін деп жатқанымда Гүлсезімнің шиқылдаған үні шықты. «Мамау, мен жемеймін бе?» деп жылап сала берді. Сіңлім аузына сала бергені сол. Жәмила апа Айдананың қолынан бір қағып жіберіп, «Әкел бері. Өмірі тойғанын көрмейсің осылардың. Арам тамақтар өңшең» деп бәлішті алып қызына берді. Сіңлім кішкентай емес пе? Жылап қалды сол жерде. Менің қолымдағын боса да тартып алды. Сілкіне құйып берген қып-қызыл шайын зорға іштік. Қантты да бермейді сонда бізге. Шайды қып-қызыл қылып демдеп беретін. Гүлсезімге сүт деп құйып береді. Көзімнен жас парлап, жылап отқан сіңліме шайға нан салып, тәттісіз аузына саламын. Сондағы менің қауқарсыз күйім-ай. Сіңлім тәттісі жоқ, шайды ішкісі келмей отыр. Сол кезде алғаш рет «Қантты беріңізші, шай ашшы» дедім. «Ой, пірмай, жүдә қант сұрауын, өмірі тоймайсыңдар сендер. Жоқ қант. Тұр ғой міне» деп Гүлсезімнің алдында тұрған қантты көрсеттім. Ішіп отырған ыстық шайын бетіме шашып жіберді. Бізге қимай сүт деп ішіп отырғанын шашты. Әкем үйде жоқ еді сол кезде. Айдананың да жасы 4-те болса да бәрін білетін. Сол кезде ызаланып жылағаным-ай, сіңлімді жетектеп алдым да кетіп қалдым үйден. Екеуміз де жылап келеміз. Өзім пысықтау қыз болдым. Етім тірі болды. Әкем мен еріп анамның басына су құюға барғанымызда жолды жаттап алғам. Сол жолға түсіп мазаратқа қарай келемін. Біздің үйден алыс емес еді мазарат. Ауыл шетінде тұрамыз, жаяулатып 10-15 минут жүрсек жетеміз. Тікен араласқан жолда сіңлімді арқама салдым. Аяғын тілмесін деп. Шешем жатқан жерге келдім де «Мамау» деп жылай кеттім. Жаз мезгілі шаңқай түс болатын. Көшеде артық адам жоқ. «Анашым, келші бізге. Сағындым сені, мама. Сағындым» деп ішімді босатып, өксігім басылмай жыладым. Сіңлім де «Ана үйдегі апай жаман» деп шағым айтып қоса жылайды. Қанша уақыт анамыздың басында отырғанымызды да білмейміз. Бар білерім, кеткім келмейді жанынан. Шіркін, анамның топырағы да ыстық қой. Біздің күйімізді көріп, шарасыз анам да жылап жатқан болар деп ойладым өзім. «Мамау, бізді тастап кетіп қалдың неге? Сенің артыңнан әжем де кетіп қалды ғой. Әжем барда біз бұлай жыламаушы едік. Жаным әжем, анам» деп жылағанымда рас айтамын, өзімді ұмыттым. 7 жасымда мен есейген қыз едім. Біз сол шақта бала болып ойнамадық та. Бұл қасірет әкеңнің еті тірі болғанында да байқалмауы да мүмкін еді ғой. Алла солай қалаған болар. Әкеміз де кішкене бала секілді ойлайтын. Бірақ сіңлім екеуміз әкемізге ұқсамадық. Мінезіміз де, болмысымыз да ұқсамады. Ауылда көрген жұрт «Қарашы ойпырмай, марқұм аналары болыпты» деп айтып жататын. Күндер жылжып біздер Гүлсезім екеуміз 1-ші сыныпқа қадам бастық. Гүлсезімнің сабақтарын, үй тапсырмасын мен жазып, орындап беремін. Алғыр оқушы болдым. Көрген көзге бәрі айдан анық еді. Не нәрсенің жақсысы болсын, алғашқы болып Гүлсезім киетін. Ұстаздарым да бәрін көріп, біліп жүр емес пе? Ол кісілер маған жақтасып, көңіліме келмесін деп, үздік оқығаныңа деп, сыйлыққа деп киім, оқу құралдарын беріп жататын. Айдана мен оқуға кетерде жылап қалады. Азанғы уақытта ерте тұрып, шай тамақ ішіп кетеміз. Сол шай болмаста еді-ау. Гүлсезім де менімен бірге оқымағанында. Соның өзінде жекіліп ішкен ас тамағыңнан өтер ма? Гүлсезімнен қалғанды мен жеушедім. Анамды, әжемді сағынғаным бар. Өгейдің таяғын көрген сайын жанарымнан аққан жаспен тамағымды әзер шайнап ішетіммін.
Сабаққа шығар уақыт таяғанда сіңілім де жармаса кетпе деп жылайды. Оны алып кете алмаймын сабаққа. Сабақ уақытысы бітсе, үйге қарай асығамын. Көшеде сіңілім тұратын күтіп. Жаным-ай, мен бала болсам да оған анадай болдым ғой. Жәмиланың оған не істейтінін беске білемін. Сол себепті де сұрамаймын одан. Ұрып соғып отырса опақ, тұрса сопақ қылады қаршадай қызды. 2 ай уақыт өткенде шыдай алмай апайыма айттым. Апай, сіңлімді менімен бірге алып келе берейінші. Мен жоқ болсам жылайды. Үйге кірмей көшеде жүреді деймін. Өгей шешем туралы жақ ашпадым. Апайым не керек келісті. Солай Айданам менімен бірге барып келіп жүр. Көңілі тоқ, ойнақшып, мәз болып менімен бірге жүреді. Оның осыған қуанғанын көріп, сол кезде жылаған сәтім әлі сайрап тұр мына көкіректе ұмытылмай. Өгей шешемнің көрсеткен қорлығының бәрін айтсам, көпшілік жаға ұстап қорқар. Расында өзім қазір ойлаймын, соның бәріне қалай шыдадым екен деп. Таңертеңгісін бізді ерте тұрғызып алады. Гүлсезім болса қалаған уақытында тұрады. Шөп жұлдырады, үй жинатып, су тастады. Айданамды аяп кетемін. Ол әлі кішкентай ғой. Таңертең ерте тұрғызғанға жанымда жүріп есінеп, мазасы қашып жүреді. Таңғы салқын әжептеуір болады ғой. Сыртыма кигенімді жерге төсеймін де Айдананы жатқызамын. Астынан суық өтсе де бала ғой, ұйықтап қалады. Қайтем енді, жылап жүреді ұйықтаймын деп. Таңғы асымызды Гүлсезім ұйқысынан оянғанда бірақ ішеміз. Жәмила шешем кір жуған кезінде мені шақырып алады. Өңшең іш киімдерді береді, езіп жу деп. Ол жерде өзінің, Гүлсезімнің, тіпті әкемнің іш киіміне дейін жудыртады. Жіпке тізіп айта берсем, енді өгейліктің шегі жоқ. Бұл жағдай әр кез жалғаса берді. Азаймады, керісінше үдей берді. Арада жылдар өтті. Мен 5-ші сыныпта оқимын. Үйдің сол жұмыстарын жасап жүргем. Айдана болса дала сыпырып, Гүлсезім ойнап жүр. Ол кезде қазіргідей телефон жоқ қой. Бір күні сап етіп нағашыларым келе қалды. Қатты қуандым. Жәмиланың қуынай сыртқа маған айғайлап келе жатқан нағашыларымды көрді да, Фатима, мұның не? Қойсаңшы қызым, өзім жасаймын ғой деп салмасы бар ма? Амандық саулық сұрасып болып, жаным қызым маған жан ашиды, керегі жоқ жасама десем де, тыңдамай жасайды деп ақталып әлек. Нағашы ағам үйге кіргеннен өңі ағарып, мазасы қашып кетті. Кеткенше сол қалыптан өзгермеді. Сірә сенбеді-ау, бізді алып кетеміз деп отыр. Бірақ оған әкем көнбеді. Қыздарымсыз үйде жүре алмаймын. Оларға ешкім тиіспейді, қала берсінші менің жанымда. Фатима мен Айдана кетсе мен өліп қалам дейді. Нағашыларым болса қолдары қысқа болып, амал жоқ үйлеріне қайтты. Олар кеткенде тамның артына тығылып, әптен жылап алдым. Кеткім келген, ит қорлық өмірден құтылар едім. Осылайша күндер жылжи берді. Жаңа киім алу деген мүмкін емес бізге. Гүлсезімнен қалғанын киеміз, тозығы жеткенін, менен қалғанын сіңлім киеді. Ол дәурен өзі сондай болды ма? Жоқ, жаңа киімнен бізге де әкеп, жылына бір қуантып қойса да мәз болушы едік қой. Сүреңсіз өмірім өте берді. Уақыт та өтті арада. Мен бой жетіп, жоғарғы сыныпта оқып жатырмын. Қыз бала бой түзеп, бой жеткен сайын ананың ақылы, мейірімі тіптен қажет екен. Ақыл айтатын адам Жәмила ана ма? Өз қызының күйін ғана күйттейді. Ана ғой, бізге де сол мейірімнің ұшын көрсетіп қойса, жетімсіреген көңіліміз соған да риза болушы едік қой. Қыз бала өскен сайын қажеттіліктері де артады ғой. Соны бізге әперуге қиналды. Жаман жәутік маталарды бетіме лақтыратын. Өздерің аздай көтмен алысатын болдық па? Деп аждахадай ақырып бітеді. Осының зарлары үні шықпасын деп ештеңе сұрағымыз да келмейді. Әйтпесе тегін үйге келіп тұрып жатыр.
Әкемнің алатын пенсиясы мен одан сіңлім екеумізге берілетін ақшаға күн көріп отыр ғой. Не әкем, не өзі жұмыс жасамайды. Керек киім, қаражат сұрамақ түгіл армандамаймын да. Мектепте қатарластарым бірінен соң бірі жарысып, неше түрліні киеді. Менде ол да жоқ. Алысқа көз тастамай-ақ Гүлсезімді айта берейінші. Әуелі сол киеді, онан қалғанын мен, ол да есейсе өзгеретін болар деп жүргенмін. Қайдағы, баяғы жартас, сол жартас. 10-шы сыныпта оқимын. Үріп ауызға салғандай нәзік қыз болдым. Орта бойлы, реңді қыз едім. Тек мінезім тұйық болды. Жақ ашып ешкімге сөйлемеймін. Тек соңымнан қалмай әркез көңілімді аулап жүретін Дархан есімді сыныптасым менімен жақсы сөйлесетін болды. Оның мені жақсы көретінін көңілінен білетін едім. Екеумізде нағыз сыйластық, махаббат болды. Несін жасырайын? Мен де оны жақсы көрдім. Бірақ білдіруге ұялдым, әрі қорықтым. Шешемнен айырылған соң мейірім, махаббат дегенді ешкім сыйламаған екен. Дархан үнемі сыйлық жасап, тіпті бір күні әдемі көйлек сыйлады маған. Өзі сол кезде ең жақсы тұратын байдың баласы еді. Сол көйлекті сыйлаған күні достарымызбен жиын болатын болды. Әдемі көйлекті киіп барамын деп қуанып, айна алдынан шықпай бір күліп, бір жылап өзіммен алысып жүрмін. Көйлек Гүлсезімнің қолына түсті. Соны кигісі келіп қалыпты. Бергім келмей мен де ұрыстым. Қарап қалмадым. Шешесі оңдырсын ба? Бойжеткен мені таяқтап, қызым сұрады ма киеді. Сен кімсің сонша? Оны мен теке тіресетін. Ауыр сөздер айтып кетіп қалды. Жанымда жұбатып айданам ғана қалды. Ерекше дайындалып едім сол кезде. Не керек, Гүлсезім кешке кетті. Мен жылап қалып бармадым. Шыбық тиген денем ауырсынып қалыпты. Жылап жатып біраз уақыт өткен соң ұйқыға жатар алдында сіңлімді ертіп далаға шығып келейік деп жатқанбыз. Шыққаным сол есік алдындағы тал артында Дархан тығылып тұр екен. Байғұс бала қара кештен бері осында тұрыпты. Ешкімнің көзіне түспейін деп тығылып. Кешке мені әбден күткен. Бір кезде маған берген көйлегі көзге оттай басылған. Гүлсезімді көріп, бірден ештеңе демей сыртқа шығып кетіпті. Содан маған келген екен. Жәмила аузы ашылып ұйықтап жатқан бұл кезде. Сіңлім анадайда қасымда тұрған. Оған тәттілер алып келді Дархан. Айдана жаурадым деп үйге кіріп кетті. Сол кезде Дархан мені алғаш рет құшақтады. Сәл шыдашы жаным, бәрі жақсы болады. Сені де, сіңліңді де құтқарамын. Осы оқу бітсін, отбасын құрамыз. Үлкендерге айтып алдынан өтеміз, жарай ма? Мен сөйлесейін десем, жас тығылды тамағыма. Қанша жыл ешкімнен мейірім көрмеген маған Дарханның жылы сөздері, ыстық ықыласы ұнады. Несін жасырайын? Бірақ бұл бақытты да өгей шешемнің үзіп тастарын білмеппін. Сол кезде мен сіңлімді жетектеп үйден қашпады дейсіз бе? Талай мәрте қаштым ғой. Қаншама рет таяқ пен ұрыс астында қалып, сіңлімді арқалап, есейгенде қолынан жетектеп, шешем жатқан мазаратқа да жылап келдім ғой. Бала кезімде көрде жатқан анамнан аңырап жылай көмек сұрағанмын. Көрде жатқан шешемнің рухы қиналмады дейсіз ба? Ана деген бала үшін әркез бәйек болады ғой. Біз оңтүстік өңірде тұрдық, нағашыларым солтүстікте тұрды. Оларға да талай мәрте қашқым кеп оқталғанмын. Нағашыларым да қыздары мен сіңлісінің аруағы риза болсыншы. Аманат қой деп алып кетпек те болған. Жәмила бірақ бермеді. Ит терілерін бастарына қаптап, босағадан аттаттырмай қойған. Оны тыңдамай келген нағашыларыма отбасымның шырқын бұзып, айғай шығарып жатыр деп милиция шақыртып та қуып шыққан. Ол кісілерге ешқандай да өкпеміз жоқ еді. Содан кейін келуді қойған. Әкемнің күз бен көктемде ауыратыны бар, жүйке жүйесінде ауытқуы бар болатын.
Анаммен қалай танысқандарын да сұрамаппын. Ол кезде тіптен кішкентай едік қой. Жынды болсам да әкем ғой. Анам қайтқан соң тіптен бір түрлі болып қалды. Бізді өзінің қыздары екенімізді біледі ғой. Үйден сәл көрмей қалса, ала сұрып іздеп кетеді екен. Бірде мынадай оқиға болған. Өгей шешемнің кезекті таяғында үйден қаштық. Содан не керек бармай жүрдім. Таңертең қашқаннан қара кешке дейін. Сонда қайда барамыз, анамыздың мазаратынан басқа. Кешкісін әкем де келді. Еңкілдеп жылап, бізді құшақтап, сендерді таппадым деп. Кім өстіп тұрған әкесін қиып тастап кетсін. Біз кетсек ол ауырады қатты. Өгей шешемнің таяғына әкеміз үшін шыдадық. Өстіп жүріп оқуды да аяқтадым. Дарханмен арамыз жақсы болды. Махаббат әлемді дерттен құтқарады. Ол пайда болғалы өмірімнің нұры пайда болды. Әр кез сіңілім екеумізге бәйек бола жүрді. Сол кезде Дарханды бірден әскерге алып кетті. Жәмила да құр алақан қалмапты бұл кезде. Бір күні үйге үлкен кісілер келді. Мен мән бере қоймадым. Бір кезде Жәмиланың «Фатима жаным қызым, келші бері. Өмірімде естімеген сөзді естідім. Не болды екен деп барсам, қыз Мұраты кету, сені сұрай келіпті дейді. Жүрегім зірк ете қалды. Жаймендеп басымды көтердім. Кім екен деп. Сөйтсем еңшен үлкен көке аталар, апалар отыр екен. 2-3 ер кісі, 2 әйел кісі. Сол сәтте орнынан үлкен ата тұрып, Жәмиланың қолына қағаз ұстатты. Сөйтті да менің жаныма келіп, қолымнан тартып, өзінің жанына отырғызбақшы. Қолымнан ұстағаннан денем түршігіп, дірілдеп кеттім. Жәмила болса, Фатима жан, міне сенің жолдасың бұйырса, дегенде аспан айналып жерге түсті. Бірден Дархан түсті ойыма. Оған қиянат жасап, қандай қиналғанымды жеткізе алсамшы. Орнымнан атып тұрып есікке ұмтыла бергенде, бағанағы ата сұсты түрімен маған қарап қолымнан ұстап қалды. Сонда мені өзге қыздар сияқты өз сүйгеніне ұзатпады да. Қанша ақша екенін білмеймін. Бір қазына сатты ғой. Жасым 17-ге жаңа толған, мені беріп жібермек болған атаның жасы 45 жастағы шал кісі екен. Мен қайда, ол кісі қайда, мені сол күні-ақ алып кетті. Әрине әкем жоқ болатын. Көше кезіп кетіп қалған еді. Өзінің әдеті сондай. Жәмиланы апа дейтінмін. Апау, құлың болайын, бар жұмысты жасаймын. Құтқаршы мені, бермеші мына кісілерге деп шыңғырып жылағанымда жүрегі селт етпеді-ау. Томпайған қалтасынан қолын жібермей отырған күйі отырды. Жер тепкілеп жылап, бармаймын деп жылаған маған қарамады да. Айдана байғұс әпкелеп жылағанда ет жүрегім езіліп, өзім құрбан боп жатсам да жалғыз қалдау, менсіз не істейді деп жылағанымды айтшы. Ол мені, мен оны жібермей, құшағымызды әзер ажыратты. Әпкелеп жылағанда тордағы құстай сезіндім өзімді. Бой бермей жылаған маған, сіңліме ешкім қарамады. Көлікке күшпен отырғызып, есікті тарс жапты.